Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушылары. Математика сабағына қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз жақсы деп ойлаймын. Олай болса, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 3-ші сыныпта өткенді қайталау. Сабақтың мақсаты 3-ші сыныпта өткен материалдарды қайталау және жүйелеу. Бүгін осы мақсатта жұмыс жасайтын боламыз. Ендеше оқушылар, оқулығымыздағы 1-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Жаңа ғана өздеріңіз көріп, тамашалаған Экспо 2017 көрмесіне көптеген елдерден туристер келген екен. Оларға мәтіндегі сандарды дұрыс оқуға көмектесейік. Балалар, мен мәтінді оқимын. Сіздер мәтін ішіндегі сандарға назар аударып отырып, бұл сандарды орыс және ағылшын тілдерінде айтып қараңыздар. Мұқият тыңдаймыз. Біз бір күнде 600 километр жолды жүріп өттік. Дүйсенбі күні көрмеге кіруге 1000 билет сатты. Қонақ үйдегі 400 орыннан тек 50 орын ғана бос қалды. Бұл павильонда шамамен 700 жәдігер бар. Бір ай ішінде біз Астана туралы 150 ашық хат жинадық. Бір айдың ішінде біз Нұр-Сұлтан қаласы бейнеленген 150 ашық хат жинадық. Кіші конференция залға 200-ге дейін, ал үлкеніне 400-ге дейін адам сияды. Балалар, сіздер мәтін ішіндегі сандарды түртіп алып, жазып алдыңыздар ма? Олай болса, екі тілде айтып қарадыңыздар ма? Тамаша, керемет, жарайсыңдар. Мен сіздерге риза болып отырмын. Енді балалар, 2-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл тапсырмада 3-ші сыныпта алған білімдерімізді еске түсіре отырып, өрнектердің нәтижесін табайық. Содан кейін жауабымызды тексеретін боламыз. Есептеуді қалай орындау керектігін еске түсірейікші. Бір және бірнеше нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды қосып, азайту үшін олардың мыңдықтары мен 10 мыңдықтарын қосып азайтып, нәтижесіне нөлдерді тіркеу керек еді ғой. Естеріңізге түсті ме? Олай болса, тапсырманы орындаймыз. Балалар, тапсырма орындалды ма? Қане жауабымызды бірге тексерейік. Экранға назар аударыңыздар. Тамаша, сіздердің жауаптарыңыз менің жауабыммен сәйкес келді деп ойлаймын. Енді балалар, келесі 3-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мен сіздерге есептің мәтінін оқып берейін, мұқият тыңдап отырамыз. Есепті шығар. Көрмеге 200 оқушы келді. Әр топта 12 ер бала және 8 қыз бала бар. Экспо 2017 көрмесіне барлығы неше ер бала келді? Экспо 17 көрмесіне барлығы неше қыз бала келді? Ал енді алдымен мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Есептің шартын талдауды еске түсірейік. Барлығы қанша оқушы барды? Әрине, 200 оқушы барды. Әр топта неше ер бала және неше қыз бала бар? Дұрыс, 12 ер бала, 8 қыз бала бар. Барлығы қанша ер бала және қанша қыз бала барын қалай білуге болады? Ол үшін не істейміз? Қане ойланайық. Алдымен топта барлығы қанша бала бар екен анықтаймыз. Ол үшін әр топтағы ұл бала мен қыз баланы қосамыз. Яғни 12 ер балаға 8 қыз баланы қосамыз. Сонда топта 20 бала болды. Яғни 12 қосу 8 тең болады 20. Балалар, сіздердің де жауаптарыңыз менікімен сәйкес келіп жатыр ма? Мұқият
тыңдап отырып шығарамыз. Енді қанша топ бар екен анықтау керек. Ол үшін көрмеге келген 200 баланы әр топтағы 20 бала санына бөлсек, сонда бізде 10 топ шығады екен. Яғни 200 бөлу 20 тең болады 10 топ. Дұрыс айтасыздар балалар. Тексеріп отырамыз. Енді қанша ер бала, қанша қыз бала бар екен табу үшін, онды, яғни топ санына, әр топтағы бала санына көбейтеміз. 10 көбейту 12 тең болады 120. Бұл ер бала саны. 10 көбейту 8 тең болады 80. Бұл қыз бала. Сонда көрмеге 120 ер бала, 80 қыз бала келген екен. Балалар, есепті қалай шығардық? Түсінікті болды ма сіздерге? Есептің шарты бойынша, сұрағы бойынша біздер тапсырманы орындадық па? Орындадық. Жарайсыңдар балалар. Сіздердің жауаптарыңызбен менің жауабым сәйкес келіп отырды деп ойлаймын балалар. Мен сіздердің дұрыс орындағандарыңызға және сенімдімін. Оқушылар, сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.